Бүгінгі өтетін сабағымыз 108-ші сабақ. 2 немесе 3 амалдан тұратын әріпті өрнектерді салыстыру. Сен әріпті өрнектерді салыстыруды үйренесің. Бірінші есеп. Теңдік тура болатындай етіп әріптің орнына сан қой. А көбейту 3 қосылған 4 көбейту 2 тең 3 көбейту 5 қосылған 4 көбейту 2. Яғни теңдіктің оң жағын шығарып алайық. 3 5 15, 15-ке 8-ді қоссам 23. Теңдіктің сол жағы да теңестіру үшін 2 4 8, 8 23 болу үшін 15. 15-ті 3-ке бөлсек 5-тен. Яғни бұл жерде А-ның орнына 5 деп қойсақ болады. Екіншісінде 4 көбейту жақшаның ішінде 6 азайту 1 бөлінген 5 тең 4 көбейту жақшаның ішінде 2 қосылған С бөлінген 3. Енді бұл сол жағын шығарып аламыз. 6-тан 1-ді алсам 5, 4-ті 5-ке көбейтсем 20. 20-ны 5-ке бөлсем 4. 4 шықты. Мына жағында 4 шығу үшін біз 12-ні 3-ке бөлсек 4 шығады. 12 шығу үшін біз 4-ті 3-ке көбейтуіміз керек. Ол үшін жақшаның ішіндегі 3 шығу үшін С-ның орнына 1-ді қойсақ бізде 3 шығады. Сол кезде біздің теңдігіміз дұрыс болады. Оны кәдімгі теңдеу ретінде қылып шығарсаңдар да болады. Кәдімгі теңдеу қылып, сендерге оңай тәсілдерін көрсетіп отырмын. Келесі екінші есеп салыстыр. А қосылған 53 қосылған 6-ны А қосылған 57 қосылған 6-мен салыстырамыз. Бұл жерде А екеуі теңдей, 6 мен 6 тең, 53 пен 57-ні салыстырамыз. 57-міз үлкен. Яғни екінші есепте 14 бөлінген 2 көбейту жақшаның ішінде А қосылған 4, 18 бөлінген 2 көбейту жақшаның ішінде 4 қосылған А. Жақшаның ішінде А қосылған 4 пен 4 қосылған А екеуі теңдей болады. 2 көбейту 2 жағында теңдей болады. Біз енді 14 бөлінген мен 18 бөлінген салыстырамыз. Яғни 18 бөлінген жағы көп болады. Болмаса былай түсінсеңдер болады. 14-ті 2-ге бөлсек 7, 18-ді 2-ге бөлсек 9. 7-ні кез келген санға көбейтсек көп бола ма, 9-ды кез келген санға көбейтсек көп бола ма? Яғни 9-ды кез келген санға көбейтсек көп болады деп түсінсек те болады. Келесі есеп 40 бөлінген Б азайту 3, 30 бөлінген Б азайту 3. Бұл жерде бізде бірінші бөлу орындалады. Мысалға бұның орнына 5-ті алайық. 40-ты 5-ке бөлсек 8, 8-ден 3-ті алсақ 5. 30-ды 5-ке бөлсек 6, 6-дан 3-ті алсақ 3. Яғни қай жағы үлкен болады? Яғни теңсіздіктің сол жағы үлкен болады. Келесі есеп 6 көбейту А бөлінген жақшаның ішінде 12 азайту 8. 6 көбейту А бөлінген 3 қосылған 2 жақшаның ішінде. Бұл жерден салыстырып көрейік. Жақшаның ішінде 12-ден 8-ді азайтсақ 4. 3-ке 2-ні қоссақ 5. Кез келген санды 5-ке бөлген көп бола ма? Жоқ. 4-ке бөлген көп бола ма? Әрине 4-ке бөлген көп болады. Яғни сол жақта тұрған өрнегіміз үлкен болады. Үшінші есепте салыстыр. Бұл жерде де салыстыру. Үшінші есепте салыстыр. 2 көбейту Б қосылған 2 және 2 көбейту 9. Бұның орнына 8-ді қоямыз. 2 көбейту 8 қосылған 2, 2 8 16, 16-ға 2-ні қоссам 18, 2 9 18. Яғни тең деген сөз. Келесі есеп. К-ның орнына 5-ті қоямыз. 4 9 36, 9 5 45, 45-тен 8 алсам 37. Яғни оң жағы үлкен. Келесі. С-ның орнына 12-ні қоямыз. 12-ні 3-ке бөлсем 4, 4-тен 1 алсам 3, 12-ні 4-ке бөлсем 3-тен 3-ке 2-ні қоссам 5. Яғни 5 жағы үлкен.
Төртінші есепте тура теңдік шығару үшін А мен Б-ны қолдан алдық өрнекті. Тура теңсіздік шығару үшін Ә мен Г өрнектерін алдық. Келесі есепте өрнектердегі әріптің мәнін тап. Теңдеу шығардық. Бұл жерде белгісіз санымыз 3 болды. Екіншіде белгісіз санымыз 4 болды. Үшіншіде 5 болды. Төртіншіде 2 болды. Белгісіз сандарды әріптердің орнына қойып ешпесек, теңдеуіміз тура теңдік болып шығады. Мысалға, 5-ші есептің біріншісін қарап өтейік. X-тің мәні 3 болса, 3-тің орнына қойып көрейік. 6 шым 18, 12-ні 2 бөлсек 6, 18, 6 қоссақ 24. 6 4-тен 24. Дұрыс шықты. Екінші есепте 4 7 28, 28, 14-те 2 бөлсек 7, 28-дің 7-ін алсам 21, 3 7 21. Теңдеуіміз дұрыс. Келесі. А-ның мәні 5-ке тең, 5-ті А-ның орнына қойып көреміз. 2 5-ім 10, 3 5-ім 15, 10-ға 15-ті қоссам 25, 5-ті 5-ке көбейтсем 25, теңдеуіміз дұрыс. Келесі, А-ның мәні 2-ге тең екен, 5 8-ім 40, 3 8-ім 24, 40-тан 24-ті алсақ 16, 2 8-ім 16, теңдеуіміз дұрыс. Келесі есепке барсақ, есептің шешуі әріпті өрнек түрінде жаз. Әсет әрқайсысы А теңге тұратын 3 кітап сатып алды. Әсет сатып алған кітаптары үшін неше теңге төледі? Бұл жерде бізде заттың бағасы белгісіз болғандықтан А деп тұр. Сондықтан біз әріп түріне құрамыз. Шешуі А-ны 3-ке көбейтеміз. Бұл 3 көбейту А болады. Яғни жауабы 3 көбейту А теңге төледі деп аламыз. Жетінші деп салыстыр болады екен бізде. Бұл жерде жақшаңғыштерін салыстырып көрейік. 4-ке 1-ді қоссам 5, 3-ке 1-ді қоссам 4. Кез келген санды 5-ке бөлсем және 4-ке бөлсем, 4-ке бөлген жағы үлкен болады. Келесі есепті қарайтын болсақ, жақшаңғышы теңдей. Кез келген санды 4-ке көбейтсем, кез келген санды 5-ке көбейтсем, көп сан шығады. Көп санға бөлген жағымыз аз болады. Келесі 8-ші есепте аулада 3 метрлік 20 бөрене бар еді. 1 метрден кесіп, отын дайындау үшін олардың барлығын неше рет кесу керек? Бұл жерде бізде 3 метрлік болса, 1 метрден кесу үшін бізде 2 рет кесу керек болады бір бөренені. Бізде 20 бөрене бар екен. 20-ны 2-ге бөлсек 40. Сонда бізде 40 рет кесу керек болады. 3 метрлік бөренені 1 метрден кесіп дайындау үшін оны 2 рет кесу керек. 20 бөренені 2-ге көбейтіп 40 рет кесу керек. 9-ші есепте өрнектің мәніне сәйкес әріптерді кестеге жазсаң, Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдікті білесің дейді. Бірінші, 3-ке 6-ны көбейтсек 18, 18-ге 2-ні қоссақ 20. 5-ке 4-ті көбейтсек 20, 20-дан 12-ні аламыз. Яғни бізде бәй шешек деген сөз шығады екен. 8 шығатын ол Б екен, бұны көрейік. 4 5-ім 20, 20-дан 12-ні алсақ 8. Дұрыс. 3-ке 3-ті қоссам 9, 18-ге 9 қоссам 27. Келесі 6, 3, 18, 18-ге 2-ні қоссам 20. 20-ны 4-ке бөлсем 5, 31-ге 5-ті қоссам 36. 12-ні 3-ке бөлсем 4, 21-ге 4-ті қоссам 25. К-ны көрейік. 28-ге 4 бөлемін 7, 7-ні 2-ге көбейтем 14. Сонда бізде бай шешек деген сөз шығады. Бір тал ет кессең 10 тал ек. Осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.
Келесі сабақта кездескенше.